Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз балмұздақ, мороженое. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну, мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу. Жаңа сөздермен таныс болайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Балмұздақ, мороженое. Қандай, какой. Тәтті, сладкий. Суық, холодный. Дәмді, вкусный. Келесі тапсырма айтылым. Тыңда, оқы. Слушай внимательно, прочитай. Балмұздақ қандай болады? Балмұздақ тәтті. Балмұздақ суық. Балмұздақ дәмді. Келесі тапсырма оқылым. Следующее задание чтения. Сен балмұздақ жейсің бе? Иә, мен балмұздақ жеймін. Балмұздақ тәтті. Сен балмұздақ жейсің бе? Жоқ, мен балмұздақ жемеймін. Балмұздақ суық. Келесі тапсырма: балмұздақ қандай сұраққа жауап беру. Следующее задание: отвечаем на вопрос балмұздақ қандай. Мысалы, например, балмұздақ суық. Үй тапсырмасы: жаңа сөздерді жаттау. Домашнее задание: выучить новые слова.